Сәлем достар! Осы видеода One Piece анимесінің 431 сериясынан бастап 450 серияға дейін, яғни Impel Down түрмесінде не болғандығы туралы қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Impel Down түрмесіндегі 5-ші дәреженің күзетшілері карта ойнап отырады. Себебі олардың ойынша бұл түрме әлемдегі ең мықты түрме болғандықтан ешкім қашуға әрекет жасамайды. Адам тектес бұқа ерігіп Джинбейді сабап шығады. Луфи, Баги және мистер 3-ші мантикорлардан қашуларын жалғастырады. Мистер 3-ші Луфидің керісінше түрмеге басып кіргенін естіп таңғалып қалады. Сонымен қатар Эйсоның ағасы екендігін және Луфи соны құтқаруға келгенін естіп бөлек кетпекші болады. Алайда дәрежелерге өтетін баспалдақ біреу екенін түсініп, сол жерге бірге барып, күзетшілердің назары Луфиға ауған сәтте қашып кетем деген шешім қабылдайды. Екінші дәреженің басты күзетшісі Сфинксті кездестіріп қалады. Сфинкс қорқынышты түрімен мантикорларды қорқытып жібереді де кездейсоқ бешпакеттерді айтып, Луфиларды қуа жөнеледі. Назары тек Луфиға ауған сәтте Баги мен мистер 3-ші бірігіп алып, Луфидан бөлек кетеміз деген шешім қабылдайды. Сол уақытта Сфинкс мистер 3-шіні нысанаға алады. Мистер 3-ші болса восктан клондар жасап, құбыжық нағыз мистер 3-шіні іздеп жатып, абайсызда еденді жарып жіберіп, барлығы төменгі қабатқа құлап кетеді. Осы уақытта 5-ші дәрежедегі Джинбей мен Эйстің сөйлесіп отырғанынан, Эйс екеуі дос екендігі және Джинбей Белаусты сыйлайтындығы белгілі болады. Яғни балық адамдардың аралы арқылы көптеген пираттар өтетін болғандықтан, көптеген балық адамдар мен русалкалар солардан зардап шеккен. Алайда бір күні Белаус келіп, бұл арал өзінікі екендігін айтады да, балық адамдар аралы Белаустың қарамағына өткендіктен, содан бастап ешкім шабуыл жасамаған екен. Тоқетері Джинбей бұл соғыстың болғанын қаламайды, короче. Кенеттен көрші камерада біреу мысқылдап күледі де, байқайым, әлемде жаңалықтар көп сияқты ғой. Крокодайл жақында Белаустың өлуі мүмкін екендігін естіп, қатты қуанып кетеді. Бұл жаңалыққа 5-ші дәреженің басқа тұтқындары да қуанышты болады. В мире 10 серебряных призеров, которые проиграли Роджеру и Белаусу, и они мечтают отомстить. Екінші дәрежедегі сотталғандар күзетшілердің қалмағанын көреді де, капитан Багиға алғыс айтып, тезірек қаша бастайды. Теңіз дозорының бас штабынан баяндама түсіп, Луфидің басты мақсаты бауыры Эйсті құтқару екендігі жеткізіледі. Осы уақытта дозордың бас штабында Сенгоку Энис Лобидағы болған жағдайды және алдында ғана болған Тенни Рюбитаға қатысты болған жағдайды есіне түсіріп, Impel Down түрмесінен соңғы 20 жылдан бері ешкім қашып көрмегенін айтады. Impel Down'нан қаша алған жалғыз адам Золотой Лев Шике екен. В общем, бұл шудың бәріне Гарптың немересі кінәлі екендігіне ашулана бастайды. Гарп болса немересін мақтан тұтып отырады. Сенгоку Гарп теңіз дозорының батыры болғандықтан ғана түрмеге жаппағанын айтады. В общем, екеуінің сөйлескеніне қарап, баяғыдан бері дос екендерін байқаймыз. Луфилар 3-ші дәрежедегі өте ыстық аймаққа құлап түседі. Сфинкс есінен танып қалады, ал бұл жердің ыстығы мистер 3-шінің қабілетіне өте қолайсыз. Салқын жер іздеп ұзақ жүреді де пісіп кеткен бір құсты тауып алады. Сөйтсек, бұл 2-ші дәрежедегі хайуандардың біреуі екен. Ол осы жердің ыстығына шыдай алмай пісіп кеткен ғой, короче. Әрмен сотталғандардың отыратын камераларына жетеді де, маңайды зерттеп, бұл жерде ыстықпен қоса азық жоқ екендігін көреді. Impel Down түрмесінің 3-ші дәрежесі ашаршылық тозағы. Келесі дәрежеге апаратын жолды таппағандықтан қайттан артқа жүруді шешкенде, бір күзетші оларды аңдып доклад жасағанда, Сардес деген біреу жоспарды іске асыруға дайындалыңдар. Луфилар келген жерлеріне оралып, қай жаққа баратындарын талқылап тұрған сәтте, тұзақ пайда болып, Кайрасекидан жасалған қақпанға түсіп қалады. Сосын Сардестің өзі келіп, Қарсылық көрсеткеннен пайда жоқ. Блугарлардың командирі және күзетшілердің бастығы Сардес. Алайда кенеттен Сфинкс есін жинап қалады да, даширак наху деген сөздермен қақпанды сындырып тастайды. Баги мен 3-ші жоғарыда ұстанып қалады да, Луфимен қоштасып, ары қарай бөлек кететіндерін айтады. Луфи блугарларды шашып тастайды да, баспалдақты іздеуін жалғастырады. Ал Баги мен 3-ші төмен жақта біреудің өлең айтып жатқанын естиді. Хэнкок Эйстің отырған жеріне жетіп қалады. Баги мен 3-ші дыбысқа қарай келіп, Бонклай
Бонклайды кездестіргенде, Бонклай мистер үшіншіні көргеніне в ахуе болады, ал Баггиға Бонклайдың қыз-текелік қылықтары ұнамай қалады. Что это за существо такое? Да ладно вам, выпустите меня, ну! Бонклай босатқандары үшін алғыс айтып, ары қарай өз жолымен кетіп қалады. Тревога басталғандықтан Луфиді ұстау үшін дозорныйлар келіп түрмеге кірмекші болғанда, олардың алдынан құбыжық хайуандардың командирі Санди Тян шығады да бір сарбазды қамшысымен чыпытақ еткізеді. Я так возбуждаюсь, когда слышу крики. В общем, мәселені өздері шешетіндерін түсіндіріп, оған қоса бұл жерден шығу мүмкін емес болатындай көпірді көтеріп тастайтындарын айтады. Ганнибал Эйс пен Джимбей отырған камераның алдында императрица Хэнкокты таныстырады. Сотталғандардың сілекейлері ағып, Хэнкокты өздеріне шақыра бастайды да артық кетіп Магелланды балағаттай бастайды. Магеллан болса нихуа себе деп улы гидраларымен сотталғандардың жазаларын беріп жатқан уақытта Хэнкок Эйсқа бірдемелер айта бастайды. Сотталғандар тынышталады, ал Хэнкок уже сөзін аяқтапты. Луфиді видеокамера арқылы тауып алып, кайросекиден жасалған сеткамен ұстамақшы болғанда, Луфи өткізіп жібереді. Алайда Сфинкстің қолына түсіп қалады. Соңғы сәтте Зоро пайда болады да бір теуіп Сфинксті чаттан шығарып жібереді. Кенеттен бұл Зоро емес Бонклай екен. Кішкене Бонклаймен танысқандары туралы және оның Луфи үшін өз-өзін құрбанға шалғаны туралы флешбектер. Мы никогда тебя не забудем. В общем, арабаста арқасында Бонклай Хина деген вице-адмиралдың назарын өзіне аударып, Луфиларға қашып кетуге көмектесіп, өзі тұтқынға ұсталып қалған болатын. Екеуі амандасып күзетшілерді шашады. Сфинкс есін жинағаны сол еді, бұл жолы оны Луфи айырып тастайды. Луфи Бонклайдың тірі екендігіне өте қуанышты. Бонклайдың қабілеті оң қолын тигізе алған кез келген адамға айналып кете алады. Сарды соларға қарсы барлық күзетшілерін жібереді, ал Бонклай күтпеген жерден өзі де 5-ші дәрежеге жол тартқанын айтады. Ол біреумен қатты кездескісі келеді екен. Хэнкок 1-ші дәрежеге қайтып келеді де наручнигі шешіліп, көмекші қызға алғысын айтады. Сосын түрмеге біреудің басып кіргені туралы сұрағанда, көмекші қыз уайымдамай қоюға кеңес береді де, түрменің бастығы Магеллан іске қосылғандықтан, басып кірген адам қысқа уақытта қолға түсетіндігін түсіндіреді. Магеллан түрмедегі бассыздықты неге дереу баяндамадыңдар деп ашулана бастағанда, Ганнибал Хэнкоктың бұтына қарай бермей баяндаманы тыңдау керек еді деп жауап береді де Магелланды одан бетер ашуландырып алады. Магелланға демон күзетшілердің біреуі Минотавр қазір 3-ші дәрежеде екендігі жеткізіледі де, Бонклай мен Луфи как раз сол Минотаврды кездестіріп қалады. Минотавр бір соққысымен Бонклайды ұшырып, көтенен айырып жатқан уақытта, Луфи жылдамдатып 2-ші гирін қолданады да реактивный пистолетімен Минотаврды чаттан шығарып жібереді. Әрмен Бонклай 4-ші дәрежеге өту өте оңай екендігін айтады да, екеуі бір пиздес ыстық бетонға шығады. Өртті тозақ деген 4-ші дәреже қайнап жатқан қазанға ұқсайды. Ол жерге өз еркімен түсу, өз-өзіне қол жұмсаумен тең негізі. Луфи Бонклайдан соншалықты кіммен кездескісі келетінін сұрағанда, ол Камабака аралының билеушісі және транстардың патшайымы Ива Санмен кездескісі келетінін айтады. Кенеттен Минотаврдан қашып келе жатқан багиларды көріп, барлығы бірге қаша бастайды да баги соққы жіберуді шешеді. Шармаги! Луфи қолын воскпен күшейтіп шабуылды аяқтайды да Минотаврды чаттан шығарып жібереді. Эйс болса Хэнкоктан Луфидің келгенін естігендіктен братішкесін уайымдай бастайды. Баги мен мистер 3-ші Луфиға төменге түсу емес, қашқылары келетіндігін түсіндіріп тұрған уақытта, Луфи потолоктың алыстап бара жатқандығын байқайды. Сөйтсек олар Минотаврмен шайқастан кейін бөлініп кеткен еденмен бірге төменге құлап бара жатыр екен. Бір сотталған NPC-дің зайыбалы шығып қашып кетпекші болады да, жолына кедергі болған біреуді маңқ еткізеді. Ал ол бұрылып сдачасын береді де NPC-ді төменге құлатып жібереді. Бараквордстың бұрынғы агенті мистер 1-ші Дазбунц. Хэнкок дозорный кемеге қайта оралады, ал вице-адмирал Момонгаға Шанкс пен Кайдоның ерегесіп қалғандығы баяндалады. В общем, дозорный штабтың ойынша, Кайдо Белаусқа шабуыл жасамақшы болғанда, Шанкс оған кедергі болып қалды. Ал Момонга болса, әлемдегі ең мықты пираттық командаға қарсы теңіз дозорының барлық күшімен 6 Шичибукай
Бонклаймен біріккен соғысы железобетонна тарихқа қалады. Өзінің жеке дәретханасы бар Магеллан қашқындарды уайымдамай отырады. Себебі олардың бәрі фруктовиктар болғандықтан қанды суға құлайтын болса, олар өледі. Алайда олармен бірге бетон құлағандықтан Луфилар дер кезінде секіріп кетіп, нәтижесінде олар 4-ші дәрежеде. Магеллан Ганнибалды 3-ші дәрежеге апаратын баспалдақты күзетуге жібереді, ал Сандитянды 5-ші дәрежеге апаратын баспалдаққа жібереді. Ал Луфилар бәрібір өтіп кететін болса, жеке өзі оларды тоқтататындығын айтады. Луфилар 4-ші дәреженің ыстығына шыдай алмай жатқан уақытта, кенеттен Луфи тамақтың иісін сезіп, екінші дыханиясы ашылып кетеді де, салютты соққысын қолданып, бірнеше NPC-ларды айырып тастайды. Бонклай да шайқасқа қосылып, Луфиді тоқтатуға Магелланның өзі кетеді. Мистер 3-ші Багиді бөлек алып кетіп, Имплдаунның негізгі күші осы жерде жиналғандығын түсіндіргенде Баги бұл қашуға керемет мүмкіндік екендігіне келіседі. Магеллан Луфидің алдынан пайда болады да, біткен жерің осы боқмұрын. Бонклай Магелланның денесі улы екендігін айтып, ол Луфи үшін өте қауіпті қарсылас екендігін түсіндіреді. Луфи бірден улы гидраға соққы жібергенде, Бонклай соққыны өзіне қабылдап, улы Магелланға бір жері тиетін болса, уланы бөлетіндігін түсіндіреді де, Луфиға айналып кетіп, Магелланның назарын өзіне аудармақшы болады. Бірақ Магеллан тағы гидраларын шығара салады. Бонклай алыстап алады да, Луфиға көмектесу жолдарын қарастыра бастап, бірнеше нұсқаларында бәрібір жеңіліп қалатынын түсінгендіктен жылап тұрып қашып кетеді. Осы уақытта 3-ші дәрежеге апаратын баспалдақта Ганнибал Багиларды көріп, Магелланды алып тастаса өзі бастық болатынын түсініп, екеуіне өте беруге рұқсат береді. Баги мен мистер 3-ші бұны тұзақ екен деп ойлап қалып, шабуыл жасайды. Алайда Ганнибал да шайқаса алатындығы белгілі болады. Луфи 2-ші гирін қолданып, Магелланға соққысын тигізу үшін қолдарын құрбандыққа шалмақшы болады да, реактивный базука соққысы мықты болғаны соншалық соққыдан толқын шығады. Ганнибал көп қиналмай Багиларды айырып тастаған уақытта шайқасқа Бонклай қосылады. Луфи 2-ші гирінің көмегімен бірнеше соққыларды өткізіп жібергенде, Магеллан улы газын қолданып, медуза сияқты өте тұйық улы түтін шығарады. Нәтижесінде Луфи уланып қалып, аяғында тұра алмай қалады. Бонклай болса Ганнибалмен бірге-бір төбелесе бастайды. Луфи таза мінезімен орнынан тұрады, алайда уланып қалғандықтан соққылары ләға бастайды. Магеллан болса ойын аяқталды деп, Эйсті босатыңдар деп айқайлаған Луфиді улы гидрасына жұтқызып жібереді. Саған жұққану дахуя болғандықтан оны емдеу мүмкін емес. В общем, 24 сағат бойы көтің қиналған соң өлесің. Әрімен бізге 5-ші дәреженің суық болғаны соншалық бір сотталған нанды тістеп тісін сындырып алғанын көрсетеді. В общем, Магелланның бұйрығымен күзетшілер Луфиді осы жерге алып келеді. Магеллан болса 3-ші дәрежеге өтетін баспалдаққа келгенде, Ганнибал кунг-фуды білетін трансвеститтан жеңіліп қалғанын айтады. Сол сәтте Магелланға 2-ші дәрежедегі бассыздық контрольға алынғандығы баяндалады да, Магеллан барлық 4-ші дәрежедегі күзетшілерді 3-ші дәрежеге жібереді. Ганнибал болса сол жердегі күзетшілерді мистер 2-шіні іздеуге жіберіп, өзі Баги мен 3-шіні тергеуге алып кетеді. Ал сосын мына Ганнибал негізінде Бонклай екендігі белгілі болады да, ол не болса да Луфиді құтқарғысы келетінін айтады. Баги болса өлгің келе ма не деп сұрағанда Бонклай Луфиді Магелланмен жалғыз қалдырып кеткеніне қатты өкінетінін айтып, Луфиді құтқаруға кішкентай болса да мүмкіндік болса, мүмкіндікті жібермейтінін айтады. Сосын сол жердегі лабораторияға барып, Магелланның уы өте күрделі болғандықтан оған қарсы дәрі жасау мүмкін емес екендігін естиді. Сосын әкімшілікке арналған баспалдақ арқылы азғантай ғана күзетшілермен 5-ші дәрежеге кетеді. Сотталғандардың тізімінде Ивасанның нағыз аты жөні неге екені белгісіз сызылып тастаған болады. Күзетшілер болса бұл түрмеде кейбір сотталғандар белгісіз жолмен ғайып болатынын айтып, оларды дьявол тозаққа алып кеткеніне сенетіндерін түсіндіреді. 5-ші дәрежеге жеткен уақытта күзетшілер Ганнибалдың үнемі 5-ші дәрежеге өтер алдында киімі мен қаруын тапсыратындығын айтқанда, Баги мен 3-ші басында күледі. Алайда олардың да киімдері тапсырылады. 5-ші дәреже олар ойлағаннан суық болып шығады да, оларға қарсы қасқырлар шығады. Қасқырлар сфинксті жеп қоя жазағандықтан 2-ші дәрежеде емес, 5-ші дәрежеде жүр екен. Екі чорт Бонклайды тастап кетеді, ал Бонклай болса қыз текелі кунг-фумен шайқаса бастайды. Екі чорттың көтендері қатып қалғандықтан пингвиндар сияқты жылынып көреді. Бірақ іске аспай қалып, қасқырлар екеуін тауып алады. Магелланның есі ауысып кеткен ба? Мына баланың өлгенін көрсін деп отыр ма бізге? Луфи қайта сценаристің көмегіне жүгінеді, бірақ түк шықпайды. Сотталғандар Луфидің қайсар мінезіне шатырлары тая бастайды да, бұл түрме достық деген
деген үміт отын сөндіретін болғандықтан көмек келмейді деп айтқандары сол еді. Бон Клай сама келеді де достықтары үшін Луфиді құтқаруға келгенін айтады. Багидің бомбаларынан пайда болмай қалып, соңғы сәтте оны мистер 3-ші құтқарып қалады. Восктан бөлме жасап алып, ақырындап қашып шығуды шешеді. Бір сәтте мистер 3-ші айналада қасқырлардың жоқ екенін байқайды да, кенеттен қасқырлар жердің астынан шығады. Бон Клай Луфиді босатып алып, сотталғандарға кілтті қалдырып кетеді. Чё там, қашып көреміз ба или отыра береміз ба? Келесі бір камерадағы сотталған орманнан бір түрлі адам көргенін айтып, Бон Клай орманға кетеді. Сосын әлі таусылып құлаған сәтте қасқырлардың шабуылына тап болып талана бастайды. Алайда Луфи соңғы күшін қолданып бір қасқырды тістеп алады да: Да как вы посмели напасть на Бонтяна? Оставьте Бонтяна в покое! Бон Клай не болғанын түсінбей қалады да өзі де талып қалады. Екеуін виностаған бір түрлі адам тауып алады. Эйсті өлтіретін уақытқа 26 сағат қалды. Осы уақытта Ганнибал Намиға айланған Бон Клайдың артынан бөлмеге кіріп, шабуылға тап болып байланып қалған кезін есіне түсіреді. Бон Клай болса бір транстардың вечеринкасында есін жинайды да, орманда өліп жұмаққа түстім деп ойлап қалады. Бірақ оны Иназума қарсы алып, Луфи екеуін өзі алып келгенін айтады. Сосын кенеттен сахнада бір адам пайда болып, сол жердегілердің сөздерінен ғайып болған сотталғандардың бәрі осы жерде екендігі белгілі болады. Бұл жер Нью-Камоленд деп аталатын сотталғандардың жұмағы екен. Бон Клай бұл адамның транстардың ең басты трансы Эмпория Иванков екендігін түсінеді. Бір түрлі пидерский билерден кейін Бон Клай Луфиға көмектесе алатын жалғыз адам осы екендігін түсінеді. Кенеттен Иванканың басы айланып құлай бастайды. Нихуя! Тағы осындай приколдардан кейін вечеринкаға Рэмбо сияқты біреу басып кіреді. В общем, баяғыда оның әкесі транстардың аралынан өтіп бара жатып, транс болып кеткендіктен кек алуға келген екен. Иванка болса көзін қысып қалып снарядты қайтарады да, мужикқа қыздардың гормонын салып, Рэмбо Смақты қызға айландырып жібереді. Рэмбо Смак болса ұялып қашып кетеді. В общем, бұл жердегі мужиктардың бәрі бұрын қыз болған, ал қыздардың бәрі мужик болған екен. Бон Клай бірден Луфиға көмек сұрайды, ал Иванко бәріне көмектесе бермейтінін айтады. Луфи өзі өлім аузында жатса да, Бон Клайдың өмірін сақтауларын өтінгендіктен Иванко екеуін де құтқаруды шешкен екен. Багилар Ходунокпен қасқырлардан қашуларын жалғастырады. Бұдан бұрын Иванко Луфидің тірі қалу мүмкіндігі 0% екенін анықтаған екен. Алайда Иванко қабілетімен мүмкіндікті 2-3%-ға көтере алады. В общем, бәрібір Луфидің өмірі 10 жылға қысқаратын болғандықтан емдеу гормонымен Луфидің иммунитетін күшейтіп жібереді. В общем, Луфи 10 сағаттан бері қиналып жатыр екен. Бон Клай сығалап көреді де досына жаны ашып, Иванкодан қалай болса да көмектесуін өтінеді. Мен саған сиқыршы емеспін ғой, жолы болса тірі қалады да. Луфи Эйспен бірге өткізген уақыттарды есіне алып, күресуін жалғастырады. Иванко Бон Клайға бұл жерде барлық камераларды көре алатындарын айтып, қызығушылықпен оларды бақылағандарын айтады. Оған қоса газет оқып, әлемдегі барлық жаңалықтарды білетіндерін қосады. В общем, олар 5,5-ші дәрежеде екен. Сосын бәрі бірнеше жыл бұрынғыдай болғанда, Луфи екеуі бұл жерге жетулері мүмкін болмаушы еді дейді. Себебі ол кезде түрменің бастығы Тоширион болған. Бірақ ол қуа бастап, семсерімен сотталғандарды өлтіре бергендіктен Магеллан оның өзін қамап тастаған екен. Кенеттен еще 6-шы дәреже бар екендігі белгілі болып, ол жерде Тоширионнан басқа неше түрлі қылмыскерлер отыр екен. В общем, 6-шы дәрежеде қылмыстары құпия боп есептелетін қылмыскерлер отыр. Шичибукай Джимбей, Эйс және Крокодайл да сол дәрежеде. Луфи әлі 2 күн қиналып, тағы 2 күн емделуі керек. Бірақ негізі тірі қалуы 2 талай. Бон Клай досын жігерлендіруді шешеді де, Луфи жатқан бөлменің алдында 12 сағат бойы күрес деп айқайлап тұрады. Транстар Бон Клайды көріп қайтуға келеді де, Бонтянға тәнті болып қалады. Борис Мугичан! Борис! Барлығы Луфиға қолдау көрсете бастайды. Ілініп тұрған Ганнибалды күзетшілер тауып алады. Магеллан Луфидің ғайып болып кеткендігін естиді. Джимбей Эйсқа Хэнкоктың өтірік айтқанын алға тартып, уайымдамауға кеңес бергенде, Эйс кішкене ашуланып, Джимбейға Луфидің шынымен де солай істеуі әбден мүмкін екендігін түсіндіреді. Луфи жатқан жерден қан ағады да, сосын
жарты сағат бойы тамақ опырады. Ал Иванко тіпті бір күнде өтпегендіктен в ахуе болып қалады. Луфи осы жердің бірнеше күнге арналған тамағын опырып алады да любой шайқасқа сақадай сай болады. Бонклай тоқтамай қолдау көрсеткен соң демалуға кетеді. Иванко болса Луфидің әкесі Драгон екендігін естіп в ахуе болып қалады. Сөйтсек, Иванко Драгон бастаған революционерлер әскерінің командирлерінің біреуі екен. Бұл жаңалық олардың жоспарын 360 градусқа өзгертіп жіберіп, дәл қазір Луфиға көмектесеміз деген шешім қабылдайды. Ойланып тұрып, дозорныйлар Эйсті өлтірмекші болса, ал Эйс Луфидің братаны болса, бұл дегенің Эйсті Драгонның ұлы деген сөз ғой деген ойға тоқталып, Луфиға туысқандары туралы ақпаратты ешкімге айтпауын ескертеді де, маңызды шешімдердің бәрі аяқ астынан қабылданатынын айтады. Луфи күт мені Эйс деп айқайлағаны сол еді, әлі таусылып құлап қалады. Иванко болса оған гармонымен көмектесіп, адреналин енгізіп жіберген соң, Луфидің енді энергиясы бір тәулікке жетеді. Чорттар 5-ші дәрежеден құтылып, ары қарай қашуларын жалғастырады. Эйсті алып кететін дозорный конвой келіп жетеді. Иванко көз қысу техникасымен қасқырларды айырып өтеді, ал Иназума есікті ашып алады. Күзетшілер тревога көтереді, ал Ганнибал кенеттен серьезный болып кетіп, тұзақтарды іске қосуды бұйырады. Магеллан болса осы уақытта Эйсқа келеді. Эйсті өлтіруге қалған уақыт 6 сағат. Луфи 6-шы дәрежеге түсіп келе жатып, рикошет техникасын қолданады да барлық күзетшілерді айырып тастап, 6-шы дәреженің кішкентай емес екендігін көреді. Иванко бір күзетшіден Эйстің қайда отырғанын сұрайды. Ал ол айтудан бас тартқандықтан Иванко оны қызға айландырып жібереді де, сен өзіңді енді таптың деп бұдан бұлай транс екендігін айтады. Ах, это невероятно! Большое спасибо вам, Ива-сама! Эйс отырған камераға алып келеді, алайда Эйсті уже алып кеткен екен. Ганнибал жолды жауып тастайды да ұйықтататын түтін жібереді. Магеллан осы туралы баяндама естіген соң Эйсқа Луфидің 6-шы дәрежеде жүргенін айтып, сол жерден енді фиг шығады деп еді. Эйс ойланбастан күзетшілерді айыра бастайды. Бірақ Магеллан дәл қазір одан мықты болып шығады. Екі чорт 3-ші дәрежеге жете алғандарына қуанып тұрған сәтте, екеуіне қарсы ескі таныстары шығады да екеуін қуалай бастайды. Осы уақытта Иназума қолдарын қайшыға айландырады да еденді қағаз сияқты қиып, ұйықтататын түтін шығып тұрған жерді жамап тастайды. В общем, Иназума чоки-чоки фруктын жеп алғандықтан, ол кескен кез келген нәрсе қағаз сияқты болып кетеді екен. Магеллан конвойды қарсы алып, сотталғанды сәтті тапсырады. Луфи Эйстан библикарта алған кезде есіне түсіреді де, библикартаның тартылып жатқан бағытына қарап, теңіз дозорының бас штабына бара жатқанын түсінеді. Луфи артынан барам дегенде Иванко ол жерде Белаус, адмиралдар және Шичибукайлар соғысатын болғандықтан бара сала өлетінін ескертеді. Если я сдамся сейчас, то никогда себе этого не прощу! Я уже видел это выражение лица раньше! Он выглядит точь-в-точь как Драгон! Иназума бұл жерден қалай шығамыз дегенде, кенеттен қарқылдап күлген крокодайлдың дауысы шығады. В общем, крокодайл өзінің құм қабілетімен потолокқа тесік жасайтынын айтып, бірге қашуға ұсыныс жасайды. Бұрынғы Шичибукай және Баракворкстың басшысы крокодайл. Иванко крокодайлды таниды екен. Қашуға еще Джимбей қосылғысы келіп, ол да Эйсті құтқарғысы келетінін айтқанда, Луфи оған бірден сене салады. Тоширио күзетшілер арқылы мені босатсаң бәрін тоқтатамын деген хабарламасын Магелланға жібереді. Ганнибал бақылау бөлмесінде Луфилар қашып кететін болды ғой деп уайымдай бастайды. Бонклай Иванкаға Луфиға енгізген сияқты өзіне де адреналин енгізуін өтінеді. В общем, олардың жоспары әрбір дәрежені өткен сайын барлық сотталғандарды босатып, импылдауында бұдан бұрын көрмеген тәртіпсіздік орнату. Луфи алға шығып кетеді, ал Бонклай сапқа қосылады. Импылдауының қақпасы ашылып, Эйсті алып бара жатқан конвой арнайы ағымға түседі. Джимбей қазір сағат 10, ал Эйсті өлтіретін уақыт 15:00-де екендігін айтады. Ал Белаус Кайзеннан бұрын шабуыл жасайтын болғандықтан, соғыс кез келген уақытта басталып кетуі мүмкін. Алдарынан қақпа шыққан уақытта бізге крокодайлдың қабілетін түсіндіреді. Ол оң қолымен кез келген нәрсенің дымқылын сорып ала алады. В общем, қақпаны сындырып өтіп, крокодайл құмды семсер қолданады. Луфи резеңкелі жаңбыр, ал Джимбей рыба карате, бірақ оның соққысы примерно 5 секундтан кейін ұшырады.
Чорттар осы уақытта мантикорлардан тығылып отырады, ал крокодайл орта жолда мистер біріншіні ала кетуді шешеді. Сіз сұрап отырсаңыз, әрине сізбен барамын. Блугайлардың бәрі Луфиді тоқтату үшін 4-ші дәрежеге шақыртылады. Мистер 3-ші Баги екеуінің неден өткендерін есіне түсіріп жылап алады. 5-ші дәрежедегі аш қасқырлардан бастап 2-ші дәрежедегі тупой мантикорларға дейін өтіп, бостандықтарына кішкене ғана қалғандықтан мүмкіндіктерін арттыру үшін барынша көп сотталғандарды босатады. Иванка басты үлкейтетін гормонын егіп алып, барлығы қашуды жалғастырады. Эйсті алып келе жатқан вице-адмирал Эйсқа жақында өлетін болғандықтан соңғы рет аспанға қарап қалуға кеңес береді де конвой Маринфордқа жетеді. Дозордың бас штабында Шичибукайдың біреуі Черная Бороданың кетіп қалғандығы және бұйрықсыз жүзіп кеткен дозорный кеме Имплдаунға барып тоқтағаны баяндалады. Осы уақытта Черная Борода командасымен Имплдаунға келеді де түнек қабілетінің көмегімен қақпаны айырып тастайды. Күзетшілер не болып жатқанын түсінбей тұрғанда, Я же на стороне правительства. алайда Черная Бородамен келген барлық кемедегі сарбаздар уже жоқ екен. Ганнибал не істерін білмей қалады, себебі төмен жақта Луфилар келе жатыр. 2-ші дәрежеде Баги мен мистер 3-ші, оған қоса кіреберісте Шичибукай Черная Борода. Кенеттен Магеллан звондайды да 2-ші дәрежені тынышталдырып, кіреберісті умен жамап тастағанын айтады. Бұған Багидің шатыры таяды, бірақ ештеме істей алмайды. Магеллан жағдайларға байланысты Тоширионы босатуды шешеді де Ганнибалға өзі келгенше Луфиларды 4-ші дәрежеде ұстауын бұйырады. Ал Ганнибалдың бастығына деген сыйластығы артып кетеді. Иназума мен Луфи баспалдақты тауып алады, ал 6-ші дәрежеде бір сотталған босатылады. Имплдаунның бұрынғы бастығы Доширио Магелланмен сөйлесіп, тапсырмасы Шичибукай Черная Бороданы тоқтату екендігін естиді. Күзетшілер семсерін әкеп бергенде, Ширио күзетшілерді өлтіріп тастап, оларды өлтіруге құқығы бар екендігін айтады. Демонический 3 күзетші хайуан сотталғандарды айыра бастайды, бірақ Луфи, Крокодайл және Джимбей бір соққыларымен үшеуін чаттан шығарып жібереді. 2-ші дәрежеде клоун Баги есіктегі удан қалай құтылатынын түсінбей тұрады. Мистер 3-шінің көмегімен бірдеме істемекші болып, түк пайда болмағандықтан, амалсыз есіктің алдына келіп, боқтық сөздерімен Магелланды балағаттай бастайды. Сотталғандар болса Баги уды улы тілімен сындырып жатыр деп ойлап қалады. 1-ші дәрежеде Ширион жалғыз өзі Черная Бородаға қарсы шығады. Маршал де Тич болса қарқылдап күліп, бірден оны командасына шақырады. Магеллан Ширионың Черная Бороданы хотя бы тоқтата тұратынына сенімді болады. 2-ші дәрежені қалпына келтірді. Енді тек Луфи, Джимбей және Крокодайлды тоқтату ғана қалды. Ганнибал бастығын мақтап, соған сенуін жалғастырады. Кенеттен Черная Борода еш кедергісіз Имплдаунның дәрежелерін өтіп жатқандығы баяндалады. Иванка өзін қызға айландырып, қамшы ұстаған секси қызға қарсы шайқаса бастайды. Секси қыз Иванканы ұстап алып, "Ал давай транстардың патшайымы шыңғыр шығане" дей бастайды. Алайда Иванка оны айырып тастайды. 3-ші дәрежеге өтетін баспалдаққа жеткенде, кенеттен олардың алдынан Ганнибал шығады. Адамзаттың болашағы үшін мен сендерді тоқтатамын деген сөздерімен Луфиға соққыларын жаудыра бастайды. Луфи болса бірден 2-ші гирін қолданып, реактивный пулеметпен Ганнибалды чаттан шығарып жібереді. Кенеттен флешбек. Ганнибал енді жұмысқа тұрған уақытта оған бас көз болатын адам ретінде Магеллан қойылады. Бір секси пиратка Ганнибалды алдап соғады, бірақ Магелланды алдай алмай қалады. Сол уақытта Магеллан оған тупой болмай, сақтығыңды жоғалтпа деген ақыл айтып, кез келген лауазым өте маңызды екендігін айтқан екен. Күзетшілерге қарсы шайқас жалғасады. Баги жарты сағат бойы есікті балағаттап, дәрет сындыруға кеткенде, барлық сотталғандар бірге дәрет сындыруға кетеді. Дәл сол уақытта Черная Борода есіктен өтіп, қорғаныстары хуйня екен ғой дейді. Баги мен сотталғандар қайтып келіп, Багидің балағаттары іске асты екен деп ойлап қалады. Я, менің жоспарым іске асты. Джимбей мен Крокодайл екеуі Луфи мен Ганнибалдың шайқасын қарап тұрады, ал Ганнибал деген чорт жалғыз өзі Шичибукай дәрежесіндегі 3 адамды тоқтатып тұрады, прикинь. Әрмен Ганнибал әділеттілік үшін өткізбеймін деп бақырып тұрғанда, кенеттен артында Черная Борода пайда болып, бірден Ганнибалды чаттан шығарады да, әділеттілік туралы ештеме айтпауын ескертеді.
ескертеді. Луфи таныс түрді көріп, Черная Борода деген осы екенін түсініп, өз командасындағыны өлтіргені үшін жазаламақшы болған Эйс осының кесірінен ұсталып қалғанын есіне түсіреді. Кішкене Эйс пен Тичтің кездескен кездегі флешбек, Тич Белоусты өлтіріп, келесі пираттар патшасы болатындығын айтады. Сосын осы шақта Эйс болмағанда, тезірек Шичибукай болу үшін Луфиді өлтірмекші болғанын айтады да, жолы болғыш Луфиға тезірек Маринфордқа барып, Эйстің өлімін тамашалауға кеңес береді. Луфи әрине ашуланып кетіп, бірден екінші гирді қосады да, реактивный пистолетпен ішінен маңқ еткізеді. Жауап ретінде Тич оны түнегімен тартып алады да, бетін еденге жабыстырады. Крокодайл Луфидан қан шыққанына таңғалып қалғанда, Тич сондай себептермен Эйсті да жеңгенін түсіндіреді. Короче, Тичтің түнек қабілеті басқа фруктардың күшін басып тастайды. Луфи қайттан тұрып шабуылға шықпақшы болғанда, оны Джинбей тоқтатып, қазір ең маңыздысы Эйсті құтқару екендігін түсіндіреді. Бәріне похуй болып тұрғанда, Крокодайл ғана бір гәпті сезіп, Черная Борода Шичибукай бола тұра, қазір Маринфордта емес, мында неғып жүр дегенде, Тич бұның бәрі нихуевы жоспары екендігін айтады. Бірақ Крокодайл сосын похуй дейді. Иванка қамшы ұстаған қызға өзін әлсіз көрсетіп прикол ұстайды. Кенеттен артта келе жатқан сотталғандар Магелланның осы жерде екендігін айтқанда, алдарынан демонический күзетші Минотавр шығады. Бонклай бұны айырып тастадық емес пе дегенде Крокодайл олардың бәрінде Зоан фрукты оянғандығын түсіндіреді. Осы уақытта Ширион байланыс ұстайтын күзетшілерді айыра бастайды. Үшінші мен Баги бірінші дәрежеге жеткендеріне қуанышты. Луфи Тичқа келесі кездескенде өлтіріп тастауға уәде береді. Тич болса Луфиға сәттілік тілеп, бәрі де мүмкін екендігін айтады да, адамның арманы өлмейді деген сөзбен Магелланға қарсы шайқасуға кетеді. Луфи реактивный пистолетімен Минотаврды ұшырып жібергенде, NPC-лар бұндай соққыға тәнті. Магеллан байланып тұрған Санди Тянды тауып алғанда, Тянка байланып қалғаны үшін кешірім сұрайды. Магеллан сосын Черная Борода командасын кездестіреді де, сол сәтте улы гидрасымен айырып тастап, мында не істеп жүргендерін сұрайтын уақыты жоқ екендігін айтады. Маршал де Тич командасымен чаттан шығып кетеді. Сосын Магеллан көтені айырылып жатқан Ганнибалды тауып алады да, алғашқы көмек көрсетуді бұйырады. Ганнибал орнын баса алатын жалғыз адам болғандықтан оның аман қалатынына сенеді. Магеллан уже Луфиларды қуып жетіп қалғанда, Иванка оны тоқтатуға қалады. Иназума баспалдақты қиып тастайды да, тек тірі қалыңызшы деген өтінішімен баспалдақты бұзып тастайды. Иванка өзінің формасына қайта оралып, көз қысу техникасымен Магелланның бір гидрасын тоқтатады. Баги болса бірінші дәрежеде барынша көп сотталғандарды босата бастайды. Сандитян босатылған соң демонический күзетшілерін сабап тұрып сотталғандардың артынан жібереді. Иванка неше түрлі қулықтарымен Магелланға қарсы шайқаспақшы болады. Алайда ол алданбағандықтан ең мықты соққысын жібереді. Иназума Иванканы тосып тұрғанда, оның орнына Магеллан келеді. Иванканың Магелланнан жеңіліп қалғанын Иназума да түсініп, ол да барынша Магелланды ұстай тұрмақшы болады. Баги сотталғандармен бірге демонический күзетші хайуандардан қашып бара жатып, Крокодайлды кездестіріп қалады. Ал сырт жақта біреулер оп-оңай динамический хайуандарды уже айырып тастаған екен. Бонклай Багиларды тастап кеткендері үшін жазалай бастайды. Сол уақытта оларды Магеллан қуып жетіп соққы жіберген соңғы сәтте Луфиді мистер 3-ші қабілетімен құтқарып қалады. Луфи бірден жоспар құрады да, мистер 3-ші Луфидің қол аяғына воск жалғап, Магелланға денесін тигізбей соққы жіберуге дайын болып шабуылға шығады. Мистер 1-ші тіпті Магелланды жеңгеннің өзінде сыртта 10 әскери кеме тұрғанын айтады. Тіпті бір кемені тартып алса да, қалған кемелер оларды жібермейді. Баги басты қақпаға жетіп, барлығына дайын болыңдар дейді де, ұзақ уақыттан бері алғашқы рет аспанды көреді. Алайда оларды мега тосын сый тосып тұрады. Магеллан алдын ала кемелерге жүзіп кетуді бұйырған екен. NPC-лардың уже үміттері үзіле бастағанда, Джинбей кемелер көрініп тұрғандықтан уайымдаудың қажеті жоқ екендігін айтады. Сосын үлкен қақпаны жұлып алып, өзіне бір кемені тартып алуға көмектесетін бірнеше мықты адамдар керек екендігін айтады. Яғни ол балық адам болғандықтан кемені қуып жете алады. Нәтижесінде Джинбеймен бірге Крокодайл, мистер 1-ші және неге екені белгісіз Баги кетеді. Сөйтсек ол мықты адамдардың қасында болуды шешкен екен. Джинбей снарядтарды өткізіп жіберіп қақпасынан алыстайды да, балық каратесінің көмегімен қақпаны кездейсоқ бір кеменің үстіне ұшырып жібереді. Магеллан уже қатты ашуланып кетіп, уының ультра про максын қолданғанда, у тіпті воскты да балқыта бастайды. Магеллан барлық күшін толығымен қолданғанда, барлығы қаша бастап, бірнеше NPC-лар өмірлерімен қоштасады. Крокодайлдар кемені басып алуларын жалғастырады. Иванка
Иванка белгісіз жолмен қимылдай алады да көзді қысу техникасымен потолокты жарып, Луфилар жүрген жерден бір-ақ шығады. Кеме сәтті тартып алынып, Баги жеңісті тойлай бастайды. Луфи Денден Муши арқылы мына жерде құбыжық жүргенін айтқанда, Джинбей келе жатқандарын айтып, кішкене шыдай тұруларын өтінеді. Луфидің үшінші гирі мен мистер үшіншінің қабілеті біріктіріліп, Магелланды артқа құлатып жібереді. Сосын кішірейіп кеткен Луфи керемет жоспар ойлап табады. В общем, Иванко барынша басын үлкейтеді де, көзді қысу техникасын қолданып, соңғы сәтте Магелланның қолынан сытылып шығады. Кенеттен олар суға құламайды. Магеллан в ахуе, ал Луфиларда пайда болған кит сияқты акулалар қағып алған екен. Дозорный әскери кемелер Луфиларға оқ жаудырады. Дозорныйлар Луфилардың неліктен қақпаға жүзіп бара жатқандарын түсінбейді. Себебі қақпа пираттар үшін ешқашан ашылмайды. Алайда ғажайып нәрсе болып, правосудие қақпасы ашыла бастайды. Осы сәтте қақпаны басқаратын жерге Магеллан келіп, нахуя қақпаны ашқандарын сұрағанда, Бонклай сама Магелланға айланып кетіп, қақпаны ашуға бұйрық бергендігі белгілі болады. Магеллан болса қақпа ашылса да бәрібір 9 әскери кеме оларды айырып тастайтындығын айтқанда, Бонклай бұл мәселені шеше салады. Бұл жоспарды Джинбей білген екен. Луфи қақпа жабылып жатқан соңғы сәтте Денден Муши арқылы Бонклайға тағы да өмірін құтқарғаны үшін шын жүректен алғыс айтады. Кенеттен Бонклайдың құрбаны басқалардың да көңілдерін босатып жібереді. Братишка Бон, спасибо тебе! Спаси своего брата любой ценой! Я знаю, ты сможешь его спасти! Бончан! Қақпа жабылғанда бізге Бонклайдың керемет қыз-теке екендігі туралы бірнеше флешбектер көрсетеді. В общем, ол нағыз мужик қыз-теке. Барлығы көз жастарын ағызып, турасынан Маринфордқа тартады. Бүкіл әлемнен жиналған мыңдаған элитный сарбаздар Маринфордта жиналады да, Белаустың пайда болғанын тосып тұрады. Эйсті ортада орналасқан Айшафотқа алып келгенде, күтпеген жерден Моби Дик пайда болып, спокойно жан-жағына қарайды да, В общем, 450 серия аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Келесі серияларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алуға өтініп тұрып кеңес беремін. Лайк көп болса, видео жылдам шығады. Әрі мен әдеттегідей келесі видеода кездескенше күн жақсы.